Сәлем достар, бүгін біз сіздерге тайпақтың тарланы, өзімнің ағам, әлемнің 4 дүркін чемпионы Ерболат Байбатыров жайлы сыр шертетін боламыз. Оралдан көлікпен Атырауға бет алсаңыз, шамамен 250 шақырымында күре жолдың сол бойында Тайпақ деген ауылды кездестіресіз. Бұл мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп жырлаған Жұбан Молдағалиевтің елі. Одан кейін қазақ балуандарының ішінде мен қазақпын деп бүкіл дүние жүзін қатарынан 4 рет мойындатқан самбодан әлем чемпионатының 4 дүркін жеңімпазы Ерболат Байбатыровтың елі. Ақындардың ғана емес, қазіргі күннің батырлары, яғни спорт саңлақтарының туып өскен мекені. 10 шақты жыл бұрын қазақ самбышыларының ұстаханасы сыналған Тайпақта Ерболатқа дейінде әлем және Азия чемпиондары шыққан. 92 жылы мектептің қасында алысып жылысып жүрген болатынбыз, Байсық орта мектебінің қасында. Содан бір-екі ағай келіп, бала күреске қатысасыңдар ма деді бізге. Қатысамыз дегенбіз, онда осындай жаңағы мекен жайы деп ауылда күрес салы бар екен, біздер білмейтінбіз бұған дейін негізі. Содан шақырды. Сосын ертесіне ол кезде 1-ші класс оқып жүрген болатынмын. Таңертең түске дейін оқитын, содан сабағы ерте бітеді ғой енді 1-ші класс. Содан шыққаннан кейін қасымда 2 баланы ертіп, үшеуміз күрес салына бардық. Мен спортта Ерболат ағамдай чемпион болғым келеді. Мен ағамды мақтан тұтамын. Ол кісі секілді көптеген балалар чемпион болуды армандайды. Чемпион деген ол көп адамның қолынан келе бермейтін іс. Бірде жеңеді, немесе жеңіледі. Чемпион ол әрқашан бірінші болу. Ерболат ағам жастайынан самбо күресінен шыныққан. Самбо күресіне аяқтан ұстап күресуге рұқсат берілген. Сонда партер күресі арқылы өтеді. Біз Ерболат ағамызды мақтан тұтамыз. Үнемі ауылға келіп, түрлі спорттық шаралар ұйымдастырып, елдің құрметіне бөленеді. Ерболат ағамды болашақта Қазақстанның 100 жаңа есімінен көргім келеді. Менің үлкен атам спорт шебері. Әкем Құрман Байсық атындағы орта жалпы білім беретін мектебінде дене тәрбиесі пәні мұғалімі. Ағам Тайпақ спорт мектебінде еркін күрестен тренер. Отбасымызда спорт мамандары көп. Мен де болашақта спортқа бет бұрып, Ерболат ағамдай әлем чемпионы боламын.